Ақын, жазушы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының авторы Жұмекен Нәжмеденовтің туған күніне арналған жырда жазған, келінде жазған Жұмекен атты әдеби флешмоб эстафетасын Солтүстік Қазақстан облысының кәсіподақтар орталығы, Павлодар облысының кәсіподақтар орталығынан зор ықыласпен қабыл алды. Жер бетіне бүкіл адам еккенін, егіндейді бұл ғажайып неткенін, сар бауырдай топырағына өлкемнің батырыпты әр заман өз кетпенін. Кетпен тозды марқан таялыз, кетпен ісі өнімсіз іс баяғыз, трактордың табанына тапталды, кетпен саған деген аяныш. Осы жермен бабам көшкен, құм көшкен, көшкен құмға үміт арман мінгескен, құм шөккенде бірге шөккен, көп кеуде, көп тіршілік үмітімен бір көшкен. Өшкен жерден өсіп төмір қайтадан, жер бір ұя балапанын шайқаған, әр төбеге ұялаған тарихты бабам еккен егіні деп айталам. Егін дейді, қымбаттатып алтынды, егін аты аспаныма даңқылды, бір жылылық баурап алып салқынды, күнге қарай талпынды. Ей көк аспан, жердің даңқын паналат, сөйлемейді жүрек жаңсақ, жанағат. Тойымсыздық жасап жатса бақытты, неге керек қанаға? Аттандырып жай қалмадық күнлегін, жалқау аяқ асалама жыл белін. Аяқтадам қанат бітіп шалса, ақыл ойдан пісіп шыққан бұл деген. О не деген жер бетінде көбедіз, анау таулар, мынау біздің төбеміз, теріп алсын келер күндер, келеміз туған жерге бізде бірден себеміз. Егін маңдайыңа сыйғыздың, құдыретін жыршы жігіт күйғыздың, жер қатпары, ми қатпарын ұқсайды, о не деген құнарледің ми біздің. Жырда жазған, келінде жазған Жұмекен атты әдеби флешмоб эстафетасын Түркістан облысының кәсіподақтар орталығына жолдаймыз.